بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. الحديث الثالث عشر ونجنج حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله إلا تركه. أبو هريرة رضي الله عنه Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан бұл хадисті риwayat қылып айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ешқашан ешбір тамақты айыптап айыбын айтқан емес. Егер қаласа тамақты жейтілі, қалабаса аны таштап қоятылы. Бухари, Муслим. Түшіндірме. Тамақ аш бұл Аллахтан болған рызқы. Тамақты айыбын іздеу бұл рызқыға шүгірсіз болуға жатады. Аллахтың берген рызқысы айыпталбайды. Шүгір келтіру милдет. Тамақ ашқа шүгір қылу Аллах менен болған жақсы бір адептердің бірі болып саналады. Алдыбызға тамақ қойылса, аға шүгір келтіруіміз керек. Ошол тамақты жасаған адамды мақтап қойсақ, анын жүрегі жылып, анын жүрегіне сүйініш кіреді. Ише тұрған тамақ сұйық тамақ болсын, же қою тамақ болсын, айырмасы жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тамақтан айыбын айтқан емес. Тамақ аз болсын, көп болсын, сыйлы, сыйсыз тамақ болсын, айыптаудан қайтарылдық. Бұл тамақ ыстық екен, бұл тамақтың тузы аз екен, же көп екен деп мына шундай айтуыбыз бұл тамақты айыптау болып саналады. Келген тамақты мақтап қою, же тамақты жасаған адамды мақтап қою айыбын іздебей. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың құлық мінезі, адебі болып саналады. Маша Аллах деп жей беріңіз. Қала берсе, тамақты жақсы келтіре албай қалса да, аялына жалғандан деле тамақты өте келтіріп қойыпсың деп мақтау айтып қойса деле бола береді. Өзара ер қатынның ортасында сүйі бекемделуі үшін. Аллах Таала айтқан: "Вақул ли ибади яқулу ллати хия ахсан". Менің пенделеріме айт, алар жақсы сөздерді айтсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адал мубах болған тамақты айыптаған емес, бирок арам тамақты айыптаған. Тамақты айыптау, анын айыбын айту ошол тамақты даярдаган кишиге өтө оор батат. Көбүнчө бул нерсе кайненелердин келиндерине карата мамилесинде, же еркек кишилерди өз аялына каратама болгон мамилесинде болуп турат. Аял киши мээнет кылып тамак бышырса го, анан аны тузу аз экен, же көп экен деп аны айыптап чыгуудан кайтарылганбыз. Кала берсе, мына ушул тамактан айып издөө ер катындын ортосундагы мамиленин бузулуусуна себеп болуп, акыры талак менен бүткөндөрү да бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи уассаламдын алдына тамак коюлса, кааласа жейт эле, каалабаса коюп коет эле, жебейт эле. Аллахтын берген рызкысына шүгүр, Аллахка мактоолор болсун. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.